келесі видеода біз сіздерге ноутбук немесе компьютерді телефонға қалай қосуға болады, бір-біріне привязка қалай жасауға болады, ноутбук соткадағы бейнені ноутбук арқылы қалай көрсетуге болады, соны айтқымыз келеді. Ол үшін сіздер мына бірінші ноутбуктарыңызда немесе компьютерларыңыздың рабочий столында, яғни жұмыс үстелінде тышқанның оң жағын басу арқылы мынандай бір менюді шығарасыздар. Бұл менюді шығарған кезде сіздерде параметрі экраны деген болу керек. Осыны басасыздар, осыны таңдайсыздар. Осыны таңдап басасыздар, осы кезде сіздерге бет ашылады. Бұл негізгі параметрі, иә. Және де мына жоғарғы жақта тұрған поиск деген жерге сіздер проецирование деген сөзді жазасыздар. Проецирование. Қарасаңыздар, мен параметры проецирование деп сіздерге шығу керек. Не қараңыздар, қазір мышкамен көрсетіп тұрмын, иә. Осыған басасыздар. Сол кезде сіздерге проецирование на этот экран деп мынандай бір экран ашылады. Енді осы жердегі баптауларды дұрыстап өздеріңіз қойып алуларыңыз керек. Қазір біздің экранда қалай тұр, солай, жарай ма? Яғни бұл жерде сіздерге шығып тұрады доступ деген болып тұрады, некоторые устройства, Windows тағы да деп осылай шығып тұрады. Осы жерде доступ везде деп қоясыздар. Запрос проецирования на этот компьютер деген жеріне при каждом подключении дейсіздер. Требование пин-кода деген енді өздеріңіз білесіздер, қойсаңыздар да болады, немесе бір реттік деп қойсаңыздар болады. Мен всегда деп қоямын. Өйткені қазір кезде көпшілігі бір-бірімен трансляция жасаған кезде біреудікіне кіріп кетуіңіз мүмкін, де. Және арт жағында, астыңғы жағында тұрған этот компьютер можно обнаружить для проецирования деген жерде сұр болып тұратын болса, соны сіз көкке ауыстырасыз, иә. Қосасыз, включить етесіз, қоясыз. Және бұл жерде өзіңіздің компьютеріңіздің аты жөні тұрады. Енді міне бұны переименовать компьютер деп басқа бір аты жазып қойсаңыз болады, бірақ мен заводской настройкамен қалай жазылып тұр, солай тұр. Енді қалай бастаймыз? Келесі жолында біз қазір жоғарғы жақта тұрған запуск приложения подключение для проектирования на этот компьютер дегенді басамыз. Бірақ оны баспас бұрын осыны сіздер өздеріңіздің соткаларыңыздан да белгілі бір опцияларды, қызметтерді көрсетуіңіз керек. Қазір мен сіздерге осы телефон арқылы да қалай жасауға болатындығын көрсетемін, иә. Міне телефон шығып тұр, көріп тұрсыздар деп ойлаймын. Енді қараңыздар, запуск приложения подключение для проектирования на этот компьютер дегенді компьютердан басамын. Міне мен бастым. Міне мынандай бір экран шығып жатыр маған, иә. Енді соткаңыздан жоғарғы жағын былай төмен қарай түсіресіз, ширмасын. Сол жерден сіздерде мысалы үшін трансляция экрана деген болады. Соны басасыздар міне. Немесе көп соткаларда, мысалы үшін сізде Samsung болатын болса, ол жерде Smart View деген сөз болады. Соны таңдайсыз, иә. Менде ондай жоқ, менде трансляция экрана деген бар, яғни осыны басамын, міне бастым. Осыны басқан кезде мына компьютерде тұрған лаптоп E168APNQ дегендер шығып тұрады, иә. Яғни мен дұрыс таңдап тұрмын. Осының үстін басамын. Басқан кезде міне маған шығады бұл жерде пин-код. Пин-код сіздің ноутбугыңызда шығып тұр. Қандай пин-код екені? Міне сол пин-кодты енді осыған енгіземін. 8 32 11 01. Міне осылай жазып аламын. Принятие. Қараңыздар. Енді біраз кішкене тоса тұрайық. Қазір біз, міне қараңыздар, ноутбукта біздің телефонымыздың экранын көріп тұрмыз. Қараңыздар, міне мен өзгертіп жатырмын, иә. Ары-бері жүргізіп жатырмын, сіздер көріп тұрғысыздар. Ноутбуктан да сол бейне шығып жатыр, және менің соткамнан да сол бейне шығып жатыр. Енді жаңағы суреттерді қалай көрсетеміз дегенде, осы Object Viewer деген кіресіздер, міне осы жерден өздеріңізге қайсы сурет қажет, соның бірін таңдап аласыз. Кез келген бейнені коллекцияны, иә, міне қараңыздар. Кез келгенін таңдап, осыны көрсетесіздер. Енді келесі, мысалы үшін, бұны балаларға қалай көрсетем дегенде, кез келген өзіңізге қажетті бір объектіні таңдайсыз, және балаға осылай көрсете бересіз. Бұл енді түсінікті деп ойлаймын. Өшіремін десеңіз, қорқудан қажет жоқ. Жай ғана мына трансляция экраны деген жерді жасылға жанып тұрғанда сұрға қойесіз, яғни отключить етесіз. Отключить еттік, сізден сұрап жатыр, отключить етейік па, етпейік па деп, яғни ажыратайық па, ажыратпайық па дейді. Ажырату, отключить, міне сіздің ноутбугыңыз қайтадан өзіне келіп тұр, өз қалпына. Ноутбукта басқа бейне және біздің соткада басқа бейне. Пайдалы болды деп ойлаймын. Қолданып көріңіздер.